Құрметті оқушылар, біз бүгін 5-ші сыныптың тжб-сын талдайтын боламыз. 1-90-ға арналған 90-дық жиынтық бақылау. Бізде әдеттегідей 4 тапсырма болады. Бірінші listening. You will hear description of a house. You will hear the monologue twice. Complete the monologue no more than 2 words for every gap. Яғни біз үй туралы мына қысқаша текстті тыңдаймыз. 2 рет тыңдағаннан кейін, бірден 5-ке дейін сөздерді, қалып қойған сөздерді толықтыруымыз керек. 2 сөзден аспау керек деген. Біз оны яғни көп уақыт алмаймыз. Дұрыс жауаптарына қараймыз. Мінекей бізде дұрыс жауаптар берілген. Біріншісіне sofas, креслолар, window, терезе екіншісіне. Үшіншісі bedrooms, яғни жатын бөлмелер. Төртіншісі chair, орындық. Бесінші bedside table, яғни бұл төсектің қасында тұратын орындық. Неке осы бесеуіне жазыңыздар listeningға. Енді бізде екінші тапсырма reading. Read the following description of the red wolf and answer true false questions. Write true or false in front of each statement. Яғни біз red wolf дегеніміз қызыл қасқыр туралы оқимыз да, беріліп тұрған сұрақтар шын ба, шын емес па, соны жазуымыз керек. True, false екен мына 5 сұрақтың. Онда бізде яғни жауаптары бар. Мінекей reading-тікі бірінші false, екінші true, үшінші true, төртінші false, бесінші true. Міне барлығы сіздерде 10 балл болды. 2 тапсырманың жауабы бізде беріледі. Қалған 2 тапсырманы біз өзіміз жасауымыз керек. Writing, яғни біз бұда жазамыз. Use the following questions to write a description of an animal which lives in Kazakhstan. Беріліп тұрған сұрақтарды пайдаланып, біз бір жануар туралы жазамыз. Қазақстанда тұратын жануар болу керек. 40-60 сөз болу керек, және де бір уақытта, мысалға осы шақты аламыз. And, but, or дегенді қолдан дейді, және бірақ немесе дегенді қолдануымыз керек. Енді біз қастарына жазайық. What is the animal's name? Яғни бұл жануардың аты не? Так, мысалға біз жылқыны алайық. Так, оның аты болса, its name is horse. Яғни бұл жылқы. What color is animal's body? Its color. Яғни оның деген, its деген, оның түсі brown. Қандай болады? Ақ болады, мысалға white. Қара болады, black. Where does it live? Қақта тұрады? Қазақстанда тұрады дейді. It lives in Kazakhstan. Так. How does it hunt? Ол қалай аңға шығады, немесе шабуылдайды, яғни өз жемтігін алады дейді. Ол енді шөп жейді деп айтайық, иә? Немесе ол әуелі ешкімге шабуылдамайды. It doesn't hunt. It eats, ол жейді. Grass, шөп жейді. Тағы не жеуі мүмкін? Мысалы, алма жейді, apple. What family does it belong to? Қандай тұқымдастарға жатады дейді. Сол жылқы тұқымдасына дейік. It belongs to horse family. Алма шетте біз просто жылқыға ат қойайық. Мысалға тай бору деп. Сол кезде мына шетте ол жылқы екені белгілі болады. Мінекей қысқаша осылай. Оған 5 балл беріледі. Speaking, енді бұл бізде айтылым.
Бірінші карта бойынша home sweet home, яғни үй туралы. Яғни мына суреттерге қарап біз өзіміздің үйіміз туралы айтуымыз керек. Follow the plan дейді. Яғни біз суреттейміз өз үйімізді. Яғни бізге көмекке бірінші тапсырмадан бағанағыдай алсақ болады. Бізде мынаны өзгертсек те болады. Living roomның орнына қойып, table between sofas дегендерді, осы сөйлемдерді алсаңыздар болады, немесе кітаптан басқа өткен үй туралы алсаңыздар болады. We should stop killing animals. Discuss this topic with the teacher. Яғни бұл жерде біз жануарларды өлтірмеуіміз керек деген нәрсені айтып жатыр. Бұған 5 балл береді. Яғни сендер екеуінің біреуін таңдап, бұл жерде speaking жазуымыз керек. Әйткенде қысқаша өзіміздің үй туралы жазайық. My house is big. Үлкен дейді. Бұл қай жағында десек? It is in the center. Орталықта деген. Of the city. Орталығында орналасқан. Ол жақта қанша бөлме бар? There are 5 rooms in it. Яғни біз 5-ші класста бөлмелердің аттарын өттік. Сондықтан they are bedroom, bathroom, kitchen, dining room, and living room. Так. Тағы не суреттесек болады? Мысалға қонақ бөлмеде не бар, There are sofas. TV десек болады, немесе телевизор бар. Терезе міндетті түрде болады. Window, door, and shelves. Сөрелер бар. Және де соңына I love my house because my family live there. Так, жақсы көремін, ең себебі отбасым осында тұрады деп жаздым. Енеште біз жануарларды атпауымыз керек, немесе өлтірмеуіміз керек деген нәрсені айтып жатыр. Соны жазайық. We shouldn't, яғни біз өлтірмеуіміз керек. We shouldn't kill the animals because бұл табиғаттың заңдылығы дейді. It is law of the nature. Табиғаттың заңдылығы. Және де біз біреуін өлтірсек, қалғаны, яғни оның екіншісі көбейіп кетеді. Мысалға, ана шетте нені алайық? Құстармен, мысалы, түлкіні алайық, түлкі құстар жейді деген сияқты. Егер біз if you kill foxes, then құстар көбейіп кетеді. Birds бұл так осы жақта жазылу керек, себебі бұл заңдылық, Then birds та көбейеді. Олар. Birds are became
Так, көбейіп кетеді. Так. Тағы суреттен не байқаймыз? Аңшылық туралы айтсақ болады. Біз жаңа хант дегенді сөзді білеміз, аңшылық дегенді. Және аңға шыққанда өлтіруге рұқсат берілгендерді ғана, иә. We should hunt only animals that allowed, яғни рұқсат етілген жануарларды ғана өлтіруіміз керек аңға шыққанда. Мінекей осылай барлығы 4 тапсырма 5 балдан 20 балл. Тағы сұрақтарың болса, маған комментарийда жазуға болады. Және де менің каналыма жазуды, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Okay, goodbye, good luck to you. Рахмет оқушылар. Сау болыңдар, сәттілік тілеймін.